Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Менің есімім Назира. Қыздар, бүгін 3 қана заттан өте дәмді шайға тәтті жасаудың рецептісімен бөлісемін. Өте жылдам дайын болады. Ең бастысы, көп уақытыңызды алмайды. Енді бұл затты дайындау үшін мендегі сгущенное молоко, қойылтылған сүт 180 грамм, сосын 180 грамм қаймақ, менде 15% қаймақ. Екеуін жақсылап араластырып аламын. Видеомды соңына дейін қарап, қыздар, осы тағамды, осы тәттіні менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Мен немерелеріме 2 күнде бір осыны жасап беремін. Торт деп жеп алады олар. Енді кезекте кәдімгі кукурузный палочки, осыны аламын да, ортасынан 2-ге бөліп, осылай 2-ге бөліп дайындап аламын бәрін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Өте жылдам дайын болады, және өте дәмді, қыздар. Жасап көріңіздер. Менің немерелерім сондай жақсы көреді. Апа, осыны істеп беріңізші, апа деп жүгіріп жүреді. Енді турап аламын да, жаңағы дайындап алған начинкамды үстіне қоса салам. Айтпақшы, 1 қасық, 1 ас қасық какао қосып жіберіп, енді ол какаоны міндетті түрде қосу міндетті түрде емес, ол өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз да болады. Қоспай-ақ жай жаңағы күшіңмен қаймақты араластырып жасауға да болады. Мен какаоны жаңағыдай шоколадный болсыншы деп, сол үшін қосам какаоны негізі. Осылай араластырып, бір ыдысқа жаңағы пищевой пленканы, не болмаса целлофан мешокты қойып, соның үстіне жасап алған торт деп айтайықшы. Мен немерелерім торт деп айтады оны. Жасап алған тортымды сол ыдысқа салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоям. Начинкасы кукурузный палочкаға әдемі болып сіңіп, күшті болады 1 сағаттың ішінде. Бұл дайын шайға тәтті 5 минутта осылай дайындауға болады. 3 қана заттан. Мінекей, 1 сағат тұрды. Енді кесіп көрейік қандай болғанын. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда күнделікті дәмді рецепттер шығатын болады. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Және де осы тәттіні жасап көруге сізге кеңес беремін. Өте дәмді. Менің арнамнан алыстамаңыз. Сау саламатта болыңыз.